Қайырлы күн, Өзен Лайф подкастын тамашалап отырған қымбатты көрермен, біз қазақ малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деп ұятты ең жоғары құндылық есебінде, жақсы қасиет есебінде санаған. Сондықтан біз бүгін ұят болады ұғымы тәрбие мен адамгершіліктің басты қағидасы деген тақырыпты алып отырмыз. Және осы тақырыпты талқылау үшін арнайы шақырылған қонақтарымыз бар. Таныс болыңыздар. Арғын Бейсен ағамыз, ақын, жыршы және Күнсұлу Айтешева апамыз, қоғам белсендісі, аналар кеңесінің мүшесі. Қош келдіңіздер. Енді жалпы ұят ұғымы бұл қазақтың енді асыл қасиетінің бірі деп айтып жатырмыз ғой, рухани құнды қасиетінің бірі деп. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл ұят деген ұғымның астарында не жатыр? Бұл ұят деген ұғымды бір азғантай уақытқа сыйғызып, дәлелдеп айтып шығу біріншіден мүмкін емес. Себебі бұл жерде бір нәрсе бар, бұны түсіну керек. Мысалға, махаббат қайда дегенде жүректе деп айтылады махаббат. Мида болады, жүректе болады нәрсе. Мысалға, тәннің ұялуы бар, бұл жерде түсініп білу керек, жанның ұялуы бар. Мен енді көп жерде осы жерден сабақ жүргізіп жүргеннен кейін менің тыңдармандарым айтатын шығар, осы Арғын ағамыз тек осы жан тән деп шыға келеді деп. Енді мысалы тәннің ұялуын айтсақ, мысалы жастардыңкіне алып көрейік. Мысалы мынандай телефон ұстауға ұялам деуі мүмкін. Мен қатарларым iPhone ұстап жүргенде мен мынаны ұстауға ұялам деуі мүмкін. Бұл тәннің ұялуы. Болмаса мен құрдастарым бәрі мынандай киім киеді, мен мынандай киім киіп жүрге ұялам деуі мүмкін. Сол сияқты шашымды қимасам ұялам, бәрі күшті қылып прическа жасап жатыр, мен жасамасам ұялам. Бұл тәннің ұялуы. Сосын мысалға рухтың да ұялуы бар. Мысалға жан мен тәнді түсіну үшін мысалы біреуге жан ашыды дейді ғой, жаным ашыды дейді. Қатты жаным ашып сол жерде жылап жібердім дейді. Көрдің ба? Жаным деп тұр, тәнім ашыды деген жоқ. Тәнге салсаң ол тәндің жаңа ондай аяушылық білдіріп бет кейде болады. Екеуі өмірде қатар көрініп тұрады. Біреулер біреудің қиналғаннан ләззат алады біреулер. Қатты соны қинайды тіпті. Анам бір мен адам болғасын, өмір болғаннан кейін бақталастық болады. Жаңағы өмірде жаңағыдай дос дұшпан болады. Енді мындай бір елмен бір ел жауласады. Кешегі үлкен қолбасшылар бір-бірімен соғысқан кезде негізгі текті қолбасшылар екінші жау жеңгенде қинамаған. Бір елдің басшысы ретінде сыйлаған мысалға. Ал болады бір нені сондай жеңгеннен кейін қинап ләззат алады. Ол біздің заманымызда да бар. Мысалы осы қазір енді осы дамыт деген заманда бір мысалға бизнес саласында жүрсін үлкен жігіттер бір-бірін қинап жатады. Өлтіріп кетіп жатады. Оны андай көндіре алмаса, оның отбасына зиян келтіріп жатады. Қастандық жасап жатады. Бұл содан ләззат алады ол. Бұл сол тәннің жаңағы адамға деген бір жағымсыз қасиеті бар ғой, тойымсыздық деген осы тәнде болатын нәрселер ғой. Қатыгездік, барлығы тоғышарлық. Сол тән деген нәрсе. Енді жаңа мен айтып отырмын ғой, ұялу да сондай сияқты. Жанның ұялуы бар, тәннің ұялуы бар. Бұл тән деген нәрсе бір дастарханға да ұялып қалуы мүмкін, қонақ шақыратын уақытта қоятын тамағы маздау деген сияқты сенің бірінші пейілің бұл жерде керек зат нәрсе. Ал сен үлкен дастарханды толтырып қойып, дұрыс пейілің болмауы мүмкін, сен ана ыдыс аяғыңды көрсетуге, дастарханның бар екенін көрсетуге шақырып отқан шығарсың мүмкін. Сол жерден бұл жерден осыны айыру керек. Енді жан дейтін нәрсенің ұялуы ол басқа нәрсе. Жаңағы шын ұят осы жанда болады. Жаңағы Шәкәрім атамыздың сөзі бар. Жан билемей тән билеп, ақылдың соры қайнады, адастырып айнады, затшылдық көзін байлады деп келтіреді. Жан билемей тән билеп дейді. Қазіргі заманда сол тән билеп кетіп отырған заман, мысалға енді ұятты жаңа мен бұрын орталарда келтіріп жүрем. Мысалы дейік, бір үйде отбасыңмен бала келінің бар, қызың бар, әйелің бар, шай дастарханда отырсың, телевизор қарап отырсың. Телевизорда бір кино болып жатыр. Бір жігіт пен қыз кездесіп, енді қазіргі тілмен айтқанда екеуі жақындасып, кәдімгі сүйісіп, аймаласып баратыр. Сол жерде адамдар ұялады уже. Телевизордан көзін аударады бүйтіп. Ана кішкентай балаларға дейін қарамай, сөндірші деп айтып қалатасың. Бұл ұялу, рухтың ұялу. Себебі қасындағы адамдардан жан ұялады. Ал егер сол жерде ешкім жоқ болса, ол ентелеп соны көріп отырады бүйтіп. Одан да күрделі түрін қалауы мүмкін. Қазір енді жастардың арасында сонда телефонмен сондай өте бір лас сондай киноларды қарайтындар бар. Бұл тәннің қалауы, тән нәрсе сондай бір қалай беретін нәрсе, рух деген нәрсе ұялады. Сондықтан жаңағы екеуі айырмасы жер мен көктей. Абай атамыздың айтатыны бар ғой.
ақыл мен жан мен өзім, тән менікі, менімен менікінің мағынасы екі дейді. Яғни біз осы жерін айырып біліп алуымыз керек. Тәннің ұяты деп айтып отырмыз ғой, жаңағы арзан телефон ұстауға ұяламын. Бұл жалпы қажет емес ұят сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Оған ұялудың керегі жоқ сияқты. Иә, жаңағы айтады ғой, атылға жаяу өріп шабың айырылмасын деп. Көрпеңе қарай көсіл деп атады. Адам өзінің жағдайына қарай түсініксіздікпен үйіндегі семьясының, жанұясының оған қол жетімсіз екендігін, ол жаңағы қымбат сотка ұстауға, қымбат киімге соны ұғына білу керек деп ойлаймын жастардың. Оның ұяттығы жоқ. Былай қарағанда оның ұяттығы жоқ. Ол арзан сотка, арзан киім, бастысы таза болса, жыртық болса тігіп кисе, одан адам ақсап қалады деп ойламаймын. Бірақ қазіргі жастардың ұғымы, қоғам бұзық десек, бәрі кетеді да, қоғамды бүлдіріп. Осы қоғамға қарай негізі ата-ананың тәрбиесінен гөрі даладағы ортаны тыңдайды. Жастар да, жас қыздар да, жас балдар да. Сол себепті ұят деп, ұялмайтын жерде ұялады. Ұялу керек, қандай жерде ұялу керек? Анай сөйлеген адамнан ұялу керек. Мысалы да, анай жығылып атқан адамды көтеріп кетуден, жаңағы қолтығынан демеуге, одан ұялма. Мысалы, сен қайта соның үстіне аттап баратқан адамнан ұял. Сол кісінің жанның ұяты мен тәннің ұятының айырмашылығы міне қасиетіңнің кемдігіне ұялу керек. Мысалы, қасиетің, өзің рухани мейірімділігің жоқтығынан ұял. Адамға деген жақсы қасиетінің жоқтығынан ұялуың керек. Мысалы, жаңағы ғой, сол біреуге жаның ашымаса, мен неге жаным ашымады? Мен адам емеспін ба дегендей, соған ұялу керек. Иә, соған ұялу керек адам. Мысалға, жаңағыдай бір ақылыңның кемдігіне ұялу керек. Білімің жоқ болса, соған ұялу керек. Қалайда мен білім аламын керек. Мен неге білмеймін? Анау білет, мен неге білмеймін дегендей, соған адам жетістікке тырысу керек. Абай атамыздың өзі айтады ғой, адамның өзі ақыл, ар, білім дегенмен ұзат дейді ғой, жалпы. Ол жаңағы киіммен, көлік мінумен ұзбайды деп. Соны біз егжей-тегжейлі түсіндіруіміз керек. Жалпы, мысалға енді бір сөз қойып кетеміз. Мысалы, өткенде бір осындай кездесуде айтылды, қала деңгейінде отбасылық неке бұзылу көп деп. Енді оған статистика бойынша көп, сол жерде әркім өзінің ойын білдірді. Біреу енесінен деді, біреу атасынан деді, біреу жағы наркотамен айналысқандықтан, біреу қол жұмсағаннан, біреу жағы шөп салып қойды деді, әйтеуір әртүрлі болып жатыр. Бұның ар жағында бір себеп бар. Енді мысалға айталық, отбасы қыз жігіт, мысалы енді қыздар жағында мысалға сәндену дейтін бар. Бұл тәннен ұялып сәндену, мысалға көзін қысықтау ет деп, көзін кеңейтуі мүмкін қыздар. Кірпігін қысқалау ет деп, кірпігін ұзартуы мүмкін. Ерінің бір дұрыс ұнамай тұрау деп, ерінің де сондай бір өзгеріс жасауы мүмкін. Бұл тәннен ұялып жасау. Бірақ енді ажырасуға келгенде, менің кезімнің, келіншегімнің жағы көзі қысық, болмаса аяғы дұрыс емес деп айылып атқан жоқ екен ешкім. Мен байқап қарасам, мінезге ажырасады екен. Рухани қасиеттері жоқтығынан. Енді мен айтам кейде, сен осы сыртыңды көп, жаңа Шәкәрім атам айтады, сыртыңа сылана соңың беріп, ішіңнің жүзетпейсің қатасын дейді. Сол сияқты ішіңдегі қасиеттерді қыздарыма кейде мен енді бір көпшілікпен жүргенде бір өзім сырлас бір сөйлесіп жүрген адамдармен сөйлесем, соны неге етпесем, оған олар мына тән дүниесі әл бермейді. Мен ол мінезім, мен ол туғалы әке-шешемнен қанымнан дарыған мінезім, мен оны өзгертпеймін дейді. Сен неге сыртқы бейнеңді өзгертесің? Мамаңнан туғанда солай болып туылдың ғой. Сен неге оған ұяласың? Сен солай жүр. Онда оны да өзгертпе деу керек. Сондықтан мына ажырасудың көбі бір қосылған уақытта жаңағы қыз кезінде бәрі жақсы дейді ғой енді. Сол нәрсені біз түсінбейміз көбіне көп. Жаңағы Құран-ы Кәрімде де бір аяттар бар. Мысалы Құран-ы Кәрімде мынандай аят бар. Шура дейтін сүреде бір ақындар туралы түскен аят бар, ақындар деп келетін. Сол зұлымдық көргеннен кек алғандар басқа дейді. Зұлымдық көрген. Бұл жердегі біреулер ойлауы мүмкін, адамдардан зұлымдық көріп, содан кек алу ма? Жоқ, бұл рухани кек алуды айтқан. Іштегі тән дүниесінің бұрын енді біз бәріміз де жас болдық, жігіт болдық, адастық дегендей бір енді қатты бір сондай бір адасып бір түрмеге түсіп қалмағанмен адам өлтіріп жастықтан бір кейде білместік дейтін болады. Шалыспасу. Соны азғырған күшті ұстап алуым керек. Сол кім еді мен азғырған? Кім азғырды мен ішкі жан дүниемде деп. Түпкі себебін анықтап, келесі ол азғыру болады. Мысалы, ол адамның бәрінде іштен азғыруды мына Мәшһүр Жүсіп атамыздың бір сөзі бар. Сәлемде кейінгіге біз байғұстан
табылды өз бойымнан екі дұшпан, бірі іштен болғанда бірі тыстан дейді. Адам мына тән дүниесінен бір азғыру дейтін қызықтыру, соны алып кету бар, нәпсі дүниесі болады. Шариғатта нәпсі деп айтады. Енді осыны түсіну керек адам, білу керек. Мысалға, енді отбасы болғаннан кейін, өмір сүремін дегеннен кейін, адам өзі мысалға қыздардан енді көреміз ғой, мысалы қыздар дей берген ренжімеңіз сіз енді. Андай правильный питание деп айтады кейде, салмақ тастау керек болып, су ішеді, одан кейін жаңағы дайындап берген тамағын ішеді, мынаны ішемін, мынаны ішпеймін деп жүреді ғой. Ол мына дененің бір артық салмақ жинап қоймауынан, тәннің сұлуын сақтауға. Жан да солай. Жанның да сұлулығын сақтауға. Шәкәрім атамыз айтады, денең жан нұрлы болса жөнделмек дейді. Жаның нұрлы болса жөнделеді денең. Сен оны қанша тәнің сәндегенмен болмайды, жаның сәндемесең. Енді Арекең айтып отыр ғой, жанның тәннің айырмашылығын, ұят деген неден басталады деп. Ұят, мысалы, ер адамның алдына қарап төстеңдеп келатқаныңның өзі ұят дейтін еді біздің әке-шешелеріміз. Алдыңды қымсынып біздің уақытта солай айтатын еді. Алдыңды ер адамға қарай төстеңдеп жүрме деп, уже түсінікті төстеңдеп жүрме деген былай омыраулап келатпа деген мағына ғой, қарап отырсаң. Ағаң бар, әкең бар, көргенсіз деп бізге солай тәрбиеледі. Етегіңді жауып жүр, көйлегіңді молынан киіп жүр, өңірің ашық болмасын деген ол уақытта да өте жақсы тәрбие болды. Ұят деген осы үш әріп сөздің астарында жаңа әдепсіздіктен тыйылу, ырым тыйымда. Кісі келгенде уже жас жеткіншек болып өскеннен бастап, кісі келгеннен тек сәлеміңді беріп, төсегіңді дұрыстап сал. Шәйнегіңді қой деп бізге, егер сол төсегіңді дұрыстап бейтіп, жатқан төсектің өзін бейтіп сілкіп қайта жаюды үйрететін еді бізге. Төсек жайып қоятын еді ғой қақ төрге. Соның өзін бейтіп қайттан келіңіз жоғары деп, содан бастаңыз деп бізге тәрбиені солай берді. Ертең бір жерге барасыңыз, бөтен ауылға барасыңыз дегенде біздің құлағымызды тек жаңағы желпілдеп өскеп бастағаны бізге соны үйретті мысалы да. Әкеңе қарай тіке қарап сөйлеме, ағаға қарай тіке сөйлеме деген сияқты. Бір жерге жаңағы отырмақ дейміз ол уақытта. Отырмаққа баратын болсақ, менен сұрама, әкеңнен сұра дейтін еді. Әкең жіберсе барасыңыз, әкең жібермесе бармайсыңыз деген. Қазіргі жастарға олай айтып көр, тыңдамайды. Үйді тыңдамайды олар. Даладағын тыңдайды, даладағы қоғамды тыңдайды, ортаны тыңдайды. Ұятымыздың жоғалып атқандығы содан деп ойлаймын. Бәрі ұятты біз жоғалтып алдық. Салт дәстүрді де жоғалтып алдық. Ырымды да жоғалтып алдық біздің. Ой, мынау 21-ші ғасыр дейді бірдеңе десең. Бұл ғасырды қатырып жүрген сияқты бәрі. Біздің уақытта өте тәрбиелі болдық. Тәрбиеледі бізді. Әке-шешемізге мыңда бір шүкір. Не барған жерімізде ата-енеміздің бетіне келген жоқпыз. Не қайныларымыздың бетіне келген жоқпыз. Сол ауылда бүткіл рулы елдің бетіне келіп, сол сүйдеп қойыпты, сол бүйтіп қойыпты дегенде жасаған жоқпыз. Мысалы, қазіргі жастардың ұмытуына не себеп болып баратыр деп ойлайсыз? Қазіргі ұмытуына не себеп дейсің ба? Мынау неліктен жастар ондай болып кетті? Сіздің заманыңызда енді бір ауыз сөзбен шеше алмайсың оны. Бір ауыз сөз жоқ. Себебі ол дейтін біріншіден мынаны білу керек адамдар. Ол нәрсе өздігінен жоғалған жоқ бұл нәрсе. Өздігінен келіп бүткіл адамдар жоғалған жоқ. Ол үлкен бір процедура болуы мүмкін. Мысалы бір халықтың осы мысалы төмендету, менталитетін төмендету, оның салт дәстүрін жою жалпы мына сырттан болды негізі. Көп адам аңдамайды. Мысалға еліктеуден болды. 1700 жылдардың өзінде керуен сарайлар болған ғой, мына жібек жол дейді ғой. Сол керуен сарайларында біздің мына үлкен Қытайдан келатын керуен болады, әртүрлі орыс тен келатқан керуендер болады. Ол кезде керуеннің жолына ешқандай кедергі болмайды. Бірақ енді бір сол мысалы Қазақстанның территориясынан өткен керуенге қазақтың өзі жауап береді. Батырлары болады, биі болады, қаны болады дегендей. Солардың кезінде мысалға енді әр халықтың бір дәстүр салты болады. Сол қазақтың бір салт дәстүрін бұзуға бір мен ұмытып қалып отырмын. Бір еврейдің суретіліп қойғаны бар екен бір жерге. Керуен сарайында суретіліп қойды дейді. Әйел адамның бас киімсіз тұрған суретін іліп қойды дейді. Бірақ әдемі қылып келіп қойды дейді. Көзін үйретті дейді бас киім шешуге. Қарап отырсың ба? Ол бірден қыздарға бас киім шешуді басталған жоқ. Оны бірінші сөйтіп үйретеді. Мысалға қазірдің өзінде де бір мода дейтін зат бар ғой. Мода шығарады, оны адамдар ойлап онда мода шығып жатқан кезде бұл не зат? Не қай елден шығып жатыр? Қандай мақсаты бар? Мақсаты бар.
соны ойламаймыз көбіне көп. Мысалға жаңағы ұят деген нәрсенің ол жаңа айттық қой, енді бір ғана бір уақытпен шектей алмайсың. Мысалға отбасылық ұятта жүретін адамдар бар дейік. Отбасымен ұялады. Отбасында анау болмау керек, мынау болмау керек, мынау болу керек. Қалғаны бәрібір болады. Кейбір азаматтар бар өзінің ұруымен ұялады. Ұруын үшін белсенді жүреді. Оған деген керек, сау болсын. Ұруларын ұйымдастырып, сол бір ауылда бір сонда кем-кетік болып жатса, соны шешіп, осы деген келмесін деп, ана кәдімгі біздің ауылымызға кірі келеді, мынадан ұят болады деп, жаңа қамдап жіберіп жатады. Мен көремін, ел қалып болғасын көріп жүреміз ғой. Сол бір кейде әкесі жоқ бір балдар үйленіп жатқанда көптеп, көмектеп, бізде асыл қасиеттер де бар ғой енді. Соны қолдап жібереді. Кейін тартып тұратындар да болады. Қосылмай, зорға қосылып жататындар болады. Бірақ бір азаматтар қол жіберді. Енді сол елдік деңгейде де ұялатын адамдар бар. Елімізге мынау сын ғой деп, кейде үлкен мәселе көтеріп жатады. Мынау не деп. Мысалы бір ЛГБТ дейтін келіп жатады. Мынау дейтін бізге жат нәрсе, болмаса мынау жат деп, осы ел үшін жарғақ құлағы жастыққа тимей дейді ғой, бір дабылдап жатады. Енді бұл жердегі деңгейді солай көтеру керек деп ойлаймын. Ұяттың да деңгейін көтеру керек. Жалпы қай нәрсенің де өзінің деңгейі бар ғой. Мысалы енді жаңа айтып отырық, жан тән деп айтамын ғой мен көбіне көп. Сол мысалға манада арасында айтып, мені бір сөзден қайталап кетіп жатсақ кешірім сұраймыз. Мысалы шариғатта да екі нәрсеге бәсекелесуге рұқсат берген. Шариғатта қалған затқа бәсекелесуге болмайды. Біреу білімнің біреу білім алып беріп, елге бір жақсы дұрыс білім беріп жатса, сол екінші білім алған адам, мен де алдым ол білімді, мен неге бермеймін? Мен де шәкірттер бере аламын деп, соған намыстанып, сол білім таратуға жарысуына болады, бәсекелес болуына. Сосын екінші бір бақуатты адам елге қайыр етіп, осы деген ананы отбасын құруға көмектесіп, оның жолға салып, үлкен сауапты салып жатса, екінші бай адам, менің де әкем, оның әкесі мен несіге, менің де тегім дұрыс тек, мен неге тығып жинаймын, бұғып жинаймын, мен де көмектесе аламын деп, соған намыстанып, осы деген соған ұялып, өзінің байлығын сол ел халыққа бір көмектесу жағын шаш жіберсін демейсің ғой енді. Көмектесіп, намыстанып, соған ұялса, намыста жарысса, соған рұқсат етіледі. Бұл және дұрыс дейсіз ғой. Ал енді жаңа мана басында айтқандай, тәннен ұялып, ой анау бір Прада көріп алып, мен енді Прада алмайын ба деген сияқты ұялып, содан. Бұл ұят керек емес. Керек емес. Бұны Құдай да құптамайды негізі. Енді мысалы жастардың арасында біз неке бұзу көп болады деп жатамыз. Осы жақында бір мынандай неде болды. Мейрамханаға барғанмын бір той мәселесімен. Сонда айтып жатыр, балам көне ма дейді. Мен балам көнеді деймін. Ана мысалы бір жаңа ресторан алды ма, салынды ма, осы Ақсұлудың астына бір жаңа мейрамхана салынды. Соған жасаймын дейді екен. Ана мысалы бүгін бір сәті түсіп бір жастар қосылды ма, келесі жастарға орын болмай қалса, ол қатты үлкен бір мәселеге айналады екен. Мен де соған жасауым керек. Неге мен анаған жасаймын деген сияқты. Ода тұрған ештеңе жоқ қой. Қай мейрамханада болды, оған бақыт байланысты емес оған. Мүмкіндігің бар ма, сәті келіп уақыты болды ма, жасай бер, жасама деп отқан жоқ. Енді мысалы сенің уақытың келмей тұр. Күннің бәрі жабық тұр. Сен сонда сол мейрамхана үшін жаңағы тойыңды шегеріп, не болатынын білмейсің ғой. Ол жердегі ұялу енді былай айтқанда орынсыз қажет емес. Қажет емес, үйіне өзіне де зиян, үйге де зиян ғой. Зиян. Сондықтан жаңағы айтқан ғой, ұяттың нәрсенің біз негізгі ұялатын затқа ұялуымыз керек. Ұялатын нәрседен ұялсын. Абай атамыз айтқан ғой, бір ұяттың біріншісі надандықтың ұяты, екіншісі сол надандығымыз басым деп ойлаймын. Сол. Надандығымыз. Тән денемізге ұяламыз ғой, тән денемізге ұялап. Осы екеуінің айырмасын жақсылап біліп алуымыз керек. Біз негізі мысалға осы мен енді осы жағынан көп айтып жүргеннен кейін бір жігіттер айтады, енді айттың дейді. Бұны жанды күшейту үшін не істейміз керек? Мысалға Омар Хайямның бір сөзі бар. Өмір жақсы болғанмен оның желі қатты дейді. Енді бұл жердегі желді біздің ана күнде кеше болып тұрған шаңыт желді айтпаған. Өмірдің желі бар, мысалы байлықтың желі бар, әртүрлі желі бар, бір қайғының желі болады, соғадан өмір болса қайғы болады, қиындық болады, соның желі қатты дейді. Мәселен, енді сондай-ақ өмір дейді, қара нанға байланғанда емес, қара жанға айналғанда қауіпті дейді. Қара нанға байланғанда емес дейді, қара жанға айналғанда дейді. Енді сосын бір сөзін айтады, адамның жаны төмендесе, мұрны жоғары көтеріледі дейді. Бұл шүйірдет деген соң ғой, бірақ мұрны шүйіріп қалыпты дейді ғой. Тәкаппарланып. Рухтың жететін жеріне ол сол мұрнымен жеткісі келеді дейді, ол бірақ жете алмайды дейді. Мына біздегі қазір сол рухани жаны төмендесе деген сөз, жанның
төмендеу деген азық алмағаннан кейін әлсіреу деген сөз. Бұл жерде көп адам түсінбейді, жан төмендейді деген не деген. Жан азығы, мысалы адам тән азығы, тамақ ішпесең әлсірейсің ғой. Жан да солай әлсірейді. Сосын оның жаңағы ақылдың таяздауы ма сонда? сол жердегі мәселе былай, енді біреулер осы жерде бір сұрақ қояды, енді жанды қалай күшейтеміз деп. Рухани кемелдендіру керек қой. Кемелдендіру, сол енді мен соны айтып жүрмін. Дәрісхана мысалы Күнсұлу апамыздар осыған ат салысып жүр. Рухани орталық ашпайсыңыз ба? Маған да айтады, ананы ашамын деп едің, қашан ашасың деген сияқты. Мен де айтып жүремін, мысалға бізде ана жерде мысалы бассейн бар, боксхана бар, күрестің үйрететін жер бар, би үйрететін жер бар, ән салдыратын жер бар, барлығы бар, бірақ рух деген нәрсені жетілдіретін жер деген жоқ екен. Рухани ашадан пайда бар, қайдан азық алады? Соны азған үшін біз соны ашуымыз керек бірінші. Рухани дәрісхананы ашуымыз керек. Сосын енді ашқанға дейін десе, мысалға қазір айтар едім, мысалы кеше ораза ұстадық бәріміз. Ораза ұстады. Осыны мысалы шариғаттың шеңберінде жүрген мысалы молдаларға айттырсаң, оразаның сауабын тек Алла біледі дейді. Оның сауабының үлкендігі сол, Құдай тағала мен білем деп айтты деген. Мәселе көз көрсетіп тұр ғой. Алла оразаның сауабын мен білем, оның сауабы шексіз деген. Неге мәселен? Бұл тән дүниеңді әлсіретіп тұрсың ғой. Бұл тән дүниең таңертең кешке дейін тамақ ішпейсің. Бұл жерде тек тамақпен шектелу деген емес. Бұрын жаңағыда кез келген сөз, былапыт сөз айта беретін болсаң, оны тыясың. Көзіңді тыясың, құлағыңды тыясың, бұрын анау сөз естің келіп, барлық жамандықтан тыясың. Нәпсің тыйғаннан кейін бұны сол сияқты, мысалы мен енді шын айту керек, бір жігіттер болыпты. Осы былай оразасыз да өзін оразыстап, жалғыз өзі жеке жатып, телефоннан ажырап, сөйтіп өзін қамап алатын. Өзін мына тән дүниесін, нәпсі дүниесін түрмеге қамап алады. Біз қазір рух, жан дүниемізді түрмеге қамап тастағанбыз, барлық керекті осы тән дүниемізге бергенбіз. Содан кейін ол жаңағы ұят туралы айтудың да оны айтқанда керегі жоқ. Рухани құндылық жайлы. Құндылық жоқ болғаннан кейін бұл тән дүние, мысалға бір кездегі қарап отырсаң, мынандай нәрсе болды. Біреудің балғасын балдар ойнап жүреді ғой бір. Көршінің үйде ойнап жүріп, көршінің қасына тастайды, көрші алады да өзі алып қояды. Сосын күндердің күнінде ана көрші көріп қалады, мынау менің балғам ба ойнап жүр. Сенің балғам ба деп ұялып қалды, мен алған жоқ едім, негізі мына жатқасын алып едім деп балға үшін алып қойды дейді. Ол айтыр, ұялып тұрса балғасы үйінде ауласынан табылғанына. Менің өзім танитын адамымнан болған. Ал енді қазір біреудің бүткіл малын түгел алып алып та дүниеге тұра береді ғой. Мысалы тартып алады біреу, жоға жақтарда барып, мысалы біреудің алған іште емес, тартып алады. Мәселен бұл жердегі нәрсе, ол манағы бір ұятпен салыстырсаң, ананы тіпті ұялу түгел, оны тіпті мақтанышпен тартып алдым дейді, оны керек. Әр адамның ұяты өзінің адамдығымен өлшенеді дейсіз. Сонда бұны неге кетіп қалады? Ол бірден ондай болған жоқ. Мәселен ол жаңа бастағы тартып алып жүрген адамдардың өзі бір кездері одан ұялған адам. Бірден анасынан туғандай болып шыққан жоқ. Бұл жайлап дами береді. Тән дүние дейтін өзі қалай береді. Мысалы баяғы бір балдар болады. Темекі тартуға әке-шешесінен қысылып тұрады. Мамам келіп қалды, мамам келіп тастап. Артынан сол мас болып жүреді әкесінің алдында. Ойнай қойшы, енді көшіп қой, соңайдан деп жанып жүреді. Көрдім, баяғы темекіні жасырып тартып жүрген мұна анандайға дейін жетеді. Ол бірден жетпейді ғой сонда. Уақыт өте келе үлкейте бердік біздер. Үлкейте берді, жаңағы орталықтар жоқ па? Енді мәселе бір жерде бір затпен шешіле қоймайды. Бірде осында енді мына ел халықтың арасында жүргеннен кейін жаңағы ауруын жасырған арам өледі деп кем кетіктен бір ағаларымызға айтамыз, өзіміз қазір мына жерде бірлік ішінде айтып отырғанмен біз де сұраймыз. Бір ағамыздан сұрап едім, не аласың басыңды қатырып? Құдай жөндемесе сен жөндей алмайсың енді. Өзіңмен өзің жүре шешті. Мен жұмысыңа барып келіп дейді. Оған тағы шыдай алмайсың, көріп тұрып, көрмейін десем көзім бар, сезбейін десем сезім бар демекші. Енді біреулермен бөлісіп, қоғамдағы нәрсеге алаңдамау, ол былай айтқанда мына орманда мына жерде бір аң жайылып жүрсе, мына жерде аң жайылып жүреді, бір-бірін қарап тұрасың, бір-бірімен шаруашылық жайылып жатады ма? Өзіне қауіп төнбесе, қашпайды дегендей. Сонымен бірдей деген абай атамыз. Сондықтан қоғамдағы нәрсеге алаңдау керек. Саған да келеді ертең. Мысалы қазір жастардың арасында бір түрлі нәрсе дамып бара жатыр ма, ол сенің балаңа да келеді. Ертең немерең бар, одан кейінгі ұрпақ бар, ол келеді. Ұлт мәселесі ортақ. Күлетіндей жағдай емес та қазіргі жағдай.
біреуге біреудің апасы айтып қалдыңыз ғой, біз еліктеуден осы ұятты ұмытып баратырмыз. Иә, Сонда иә. біз жастарымыз жалпы шетелге еліктеп осы ұятты ұмытты ма, сіздің ойыңызша? жайлап сол мынау қалай десем болады, шетелге еліктеуі бар, мынау кинолардың түрі шықты ғой қазір. Кезінде жаңағы кассетамен көріп бастады. Содан жаңағы айтып отқан Тәрбиелік құрал ретінде. Иә, Арекеңнің айтып отқан жай-жайдан, оқулықтан көру, сондайларға еліктеп соны көру, сол ерсі қылықтарды көру, содан басталып осындай біз бар нәрсемізді қазір бүгін таңда жоғалтып алып отырмық қой, былай қарағанда. Салтты да ұмыттық, үлкендерге құрметті, кішіге ізетті бәрін ұмыттық қой. Біз мектепте үлкенге құрмет, кішіге ізет деп бастады ғой. Және ананың балаға махаббаты, баланың анаға махаббаты деген, отан үшін отқа түс дегендерді біз оқып үйреніп. Қазіргі ойлаймын, қазіргілердің сол құлағына жетпей жатыр ма, әлде мұғалімдерді де кінәлап болмайды. Мұғалімдердің де дұрыс мұғалімдер бар, мен танитын да, кәдімгі тәрбиені дұрысырақ беретін. Бірақ солардан сұрасаң жылап тұрады. Ата-аналары келіп, менің балама неге үштік қойдың деп айтады дейді. Ол үштік түгел екілікке жарамайтын бала дейді. Қарап отырсаң. Біз ата-анадан да қорыққандықтан бір неміз жылап отыр. Мен тек мұғалім болғанда дейді, сонда не үшін мен мұғалім болдым деп жылаймын дейді. Жылап алам дейді жаңағы. Мен тек қарауыл есебінде дейді, отметка жасаймын дейді. Болды. Мынаған үштік қой, мынаған бестік қой. Бұйрықты орындап отырмын, болды дейді. Шешелер келеді дейді, неге менің балама қатты сөйледің, менің балама неге бүйттің, неге ол үштік алды деп. Тіпті осы сабаққа келмейтін балалар бар дейді. Ал содан біздің Қазақстан қалай құралады? Болашақ қалай әдемі болады? Мысал үшін, біздердің шешелеріміз ашық сабақ деген болатын еді. 6 күн сайын ата-аналар жиналыс деген болады. Қолымызға записка беріп жібереді, үйге әкелеміз класс жетекшіміз. Содан барып біздің кем-кетігіміз жаңағы айтып жібергеннен кейін шешеміз өлтіріп ұратын еді. Сен бүйтіпсің, ана сабақта бүйтіпсің, кеш қалыпсың, қайда жүрдің? Буфеттен тамақ ішіп жүрегің үзіліп баратыр ма деген сияқты. Кеш қалып кіріпсің, соның бәрі жіпке, инеге өткізіп жіпке тізілетін еді. Сосын шешелеріміз барып көзімізше тапсыратын еді. Білмеді ма, сабақтан алып қал дейді. Бізді алып қалатын еді. Сол жерде мына 2 куплетін, 1 куплетін Алпамыс батырдың жатта дейді, иә түгел жатта дейді. Соны жаттамасаң шықпайсың дейді. Уақыт береді. Өзің үшін жаттанып, сол уақыттағы адамдар білімді болды деп ойлаймын. Қазіргілері қарағанда білімділер бар шығар, сөз жоқ. Бірақ сол уақыттағы балалардың 90% білімді десем болады екен. Не әдебиетке білгіш, не геометрия, не географиядан, әйтеуір бір нені меңгеріп шығатын еді. Басқасын полный оқымаса да, әдем оққан мен өзімнің уақытымменен қазіргі уақытты салыстырам. Біздің уақытымыз білімді екен деп. Сөзіңізді бөлейін, өзіңіз жаңа айтып отырсыз, салыстырып отырсыз. Біздің кезімізде осылай еді, қазір осындай деп. Енді қазір жиі естиміз, ол заманның адамдары бөлек, ол заман кетті, қазір басқа заман деген сияқты түсініктерді жиі естиміз. Және бұрын мысалы үлкенге қарап сөйлеме, бұл ұят болады дейтін болса, қазір ойыңды ашық айт, еркін сөйле деген сияқты үйрететін, ақыл кеңес айтатын, жаңағы интернеттен ашып қалсақ сондай үйретушілер көбейді ғой. Сол бір-біріне қарама-қарсы түсінік қалыптасып отырғаннан кейбіреулер мінезімді бір депрессияға түсіп кеттім, стресске түсіп кеттім, психологқа барып білейін деп едім дейді. Ол ақша алушы мен құсап отырған бір әйел. Ол кезбен осы кезде салыстыру. Ол кезде болғанда бар ғой, бұл бізде қазақта қалай болғанда жақсылыққа тыйым салмаған. Бұл жердегі бұл тән дүниесіне тыйым салған жері бар қазақтың, бірақ мысалға білімге, мысалға біздің осы Маңғыстаудан шыққан белгілі билердің өзі бала жастан белгілі болған. Олған сөйлемесең не білесің деп айтпаған. Болар бала боғынан деп айтқан әуелде. Сосын Бекет атамыздың өзі жасынан белгілі болған. Оның пірі болатыны, оның бір әулие болатыны жасынан белгілі болып, мына Тама Есет Батыр Кәрін ағашы ғой, келіп көруге келген. Осы Бекет жиен сондай бір саналы болып, тәлімді болып, сондай бір киелі болып өсіп жатыр екен деп келіп, көріп, батасын берген. Солай тәрбиелеп отқан, сен не білесің деп тиіп мен айтпағым мынау ғой, жаңағы үлкендерге жаңағы өзіңнің ойыңды еркін айту керек деп қазір жастарға солай қарағанда ол шектеу мен қазір шектеудің арасы бар, соны айтып отқан. Мысалы қазір анандай бұрын шектеген, қазір шектемеу керек деп бір еркіне қойды. Әбубәкір Кердер атамыз айтады, бұл заманның шағында ерлер қалып биозды, билер қалып құлозды, ақ ордалар тәріп қылып балшықтан салған тамозды,
60-қа келген қартыңнан әдепсіз болса бала осы дейді. Енді қазір әдепсіздікке де жол ашып беріп, мысалға шетелдерде, Европаларда бұрын мына адамның мүмкіндігін шектеуге болмайды деп, олар енді Европа көбіне ол жерде айырған жоқ. Тән дүниесімен болып жатыр ма, жан дүниесі болып жатыр ма? Сон тән не қалады? Мысалы бір кездері жастар біз далада шешініп жүргіміз келеді деген. Жалаңаш жүргіміз келеді деген, көшеге жалаңашта шықты олар. Сосын айтты, олар тән оларға болады деген. Қазір сол тәрбие Европада әлі жалғасып жатыр. Бала кішкентай күнде ол қыз болып туылғанда жақсы көретін, қыз боламын десе, қыз болуға еркі бар қазір. Ер баланың. Ал қыз бала, ер бала боламын, мен неге қыз болуым керек десе, оларға да еркі бар. Өздері таңдайды. Қазір жаңағы бір бәле шықты ғой сондай. Еркіне жүргізіп қойды. Сосын бабамның мысалға маған бірдеңесі ұнамайды деп, оны жаптырып тастауға болады, бірдеңе ұрса. Сол тәрбие оларда. Еуропа жақта кеңірек етек алған, ол бізге де келіп жатыр. Ол жаман айттым ғой, бір жерде суретіліп қойды деп. Сол сияқты ол бір кездері мысалға кеңестік одақ орнап жатқан кезде адамдар ойлады, ол Ленин деген бір оқымысты адам, сол оқып білім алып осы деген қиыннан қиыстырып құрады деп. Жоқ, олай емес. Ол Еуропаның өзінің қолымен жасаған адам ол. Тәннің қалауына көбірек ерік беріп, ұятты ұмыттыру мақсатында сол үкімет құрылды. Сосын әйел адамға ерік берілді. Мысалы енді әйел адамдар өкпелемесін, әйел адамдарға деп неге ол басым түсіп айтады деп. Енді ол тең правалы деп. Тең правалы емес қой негізі. Қалай болғанда да ол әуелде Құдай тағала адамыз күшті емеспіз. Құдай тағала айтқан ғой, әйелдерден ерлерді біз саты жоғары жараттық деген, еркектерді жоғары жараттық деген. Сондықтан мысалы енді Хауа анамыздың өзі бірінші жаңағы алдауға түсіп алданып қалды. Содан кейін ол соған тән, мысалы қызығушылық, тәттіге қызығушылық, сәнқойлыққа қызығушылық, сондай бір ойынға да, сондай бір неге де қызығушылық әйел адамдарда басым болады. Оны мойындау керек. Оны мысалы мойындамау, ол енді шын айтқанда қайдан білейін. Дүниеге қызығушылық деген сияқты. Сондықтан мойындау керек те, сол қалай болғанда адам өзін-өзі, мысалы мен енді шынын айтайын, бірде бір сондай келін алған уақытта түсініпті бір адам өзінің дұрыс емес екенін. Енді өзінің басымшылығын көп көрсететін болған отбасына. Басымшылығын көрсетіп жүрген кезде келін алған уақытта енді отағасының биік тұрғанын қалайды мысалы. Сол сияқты ол қалай болғанда өзіңіз бір кезде болмаса бір кезде айналып келеді ол. Мысалы балаңның келіншегінен жоғары тұрған қалайсың ба? Қалайсың. Сол сияқты қалай болғанда да ер адамның, мысалы мен жаңа әйел адамдардан шығып кетіп айтып жатырмын, бір дүниеде мысалға манағы айтқан тыйым салу деген нәрсе бар ғой. Сол тыйымды мысалы кімдер салып жатыр, қалай салып жатыр? Мысалға шектеу деген ол бар, шектеу деген негізі. Ол ұятсыздыққа шектеу болу керек қой, қалай болғанда. Баланың мысалға жүгенсіз кетпей. Баламысың дейді ғой қазақтар. Қызды 40 үйден тыю, одан қалса қара дүниені дейді ғой мысалы. Баланы не береді? Мысалы балаға тыйым болмау керек деп болса. Тыйыру керек негізі. Тыйымның астарында сол әдепсіздікке жол бермеу ғой сол жерде. Мысалы ана Есен Сейітбейді айтады енді. Сол 6 жасында билік айтқан дейді бір жерде. Сонда сен не білесің деп қуып жібермей ме? Тыңдайық деген баланың билігін. Сол сияқты мысалы мына Абай атамызды білесіз ғой енді Тобықта. Сол Абай атамыздың әкесі Құнанбай. Құнанбайдың жас кезінде белгілі болған оның бір сондай бір ерекше қасиеті болғанын, оның бойында бір ерекшелікті Зере шешесі білген. Құнанбайдың әкесі Өскінбай, оның әкесі енді ар жағында Әнет бабадан тарағанда мына Кеңгірбай дейтін бимен бірге тумалас қосылатын жерлері бар. Сол Кеңгірбай үйден баталайын деп барады ғой. Зере әжеміз. Құнанбайға бата алып берейін деп барады. Барған уақытта Кеңгірбай би бата бермепті. Мен әртүрлі сылтау айтқанша ауырып жатырмын деген әйтеуір бермей қалыпты. Сосын Зере әжеміз екінші рет тағы келіпті. Сосын онда да бермепті. Үшінші рет тағы келіпті, сосын батасын беріпті. Сосын Зере әжеміз кеткеннен кейін қасында Құнанбай бар екен, оның 6-7 жаста деп айтады. Сосын кеткеннен кейін бар бір жерде 7 келін дейді, 9 баласы бар, 9 келін алды деп айтады, енді мен дәл білмеймін. Бір келіні келіпті. Ай ата, мана бәленше абысын келіп еді, қасында бір баласы бар еді, мана кетіп батқанда қасында 2 бөрі сияқты бірдеңе келіп барады ғой, енді оған қарамай қойын депті. Сол киенің бәрі сояққа кетті депті. Баяғы өзінің келіндері де келеді деп ойлаған ғой, келмеген. Сол енді Шәкәрім мен Абай туды ғой енді. Бүткіл қазақ емес, алаш емес, әлемге аты жайылған, данышпандығымен танылған екі ұл келді ғой енді. Мысалы, осы жердегі нәрсе не? Кие дейтін нәрсе осы. Біз осы қазір тән дүниесіне меріп кеткенін біз ойлаймыз. Мә саған, әкел маған. Даш-надаш дейді ғой қазір тіл.
солай деп жоқ ол емес. Жаңа Әбу Бәкір Керденің сөзі бар. Адалдық қыл да тазалал, пайдасын бір күн көрерсің. Арамдық қыл да тап пайда, залалын бір күн шегерсің. Бүгін жеген қақыңды таңдамақшар берерсің. Алып берер малың жоқ, иманыңменен төлерсің дейді. Енді мысалға қазір мынау ебін тасаң екі аса деп жүрген заман ғой қазір. Енді бұл жерде бір орынсыз келіп мысалы жұлып алам деп жүрген жігіттер бар ма? Жұлып алғанмен мұның басқа жері бар, зияны бар. Ұят деген нәрсе содай бір жаңағы имандылықтан туатын нәрсе, ойлау керек оның ар жағын. Ұят иманның қабілеті. Солай адамда бір сондай иман болу керек. Мысалы мынандай нәрсе келіп жатыр ма, оның ертең қайырымы бар. Құдай алдында бар, үкімет алдында бар, адамның алдында бар. Арсыздықтан өзін тежеп отыру. Тежеуің керек. Мысалға бір таксиге міндің ба, оның ақшасы қайтаратын ақшасы болмай қалып бірдеңе болды, қалай да беруің керек. Мысалы бермей кетпеуің керек. Сол бір 300 теңге ма, соны артығымен берсең де беруің керек. Ол себебі ол отбасын асырап жүр. Мысалға мұнайшы болуы мүмкін, үлкен бизнес саласында жүрген жігіт болуы мүмкін, көшеде біреу бірдеңе сыпырып жүруі мүмкін. Оған тәкаппарланып қарауға болмайды негізі. Оған сен ұялуың керек. Өйтіп тәкаппарланғаныңа өзің сондай тәкаппарлық болса, сен ұялуың керек. Болмаса бір мейрамханада үлкен тойда отырасың, өзіңнің бір кішкентай қазақтың қызы қызмет жасап жүреді, соған әкірек деп, әй ананы әкел, әй мынаны әкел деуге болады. Ондайлар болады Болады, соны көргесін айтып отырған. Көріп жүрмей. Надандықтың белгісі. Надандық. Өзіміздің ұрттағандай балапандарға. Тексіздік деп айтуға болады. Оны жаңа дәрежені көтере алмай қалады. Бүйтшеш, сөйтшеш деп атады ғой. Ұлт болсаң кішік бол дейді қазақ. Сондықтан бір сол асырып айтқан сөзіңнің өзі саған ертең қайтып келетініне күмәнданбау керек. Мысалға, тән дүние мен жан дүниені қатар салыстырып айтамыз ғой. Мысалы, отбасың дейік. Қызыңның жақсы киінген жақсы көресің, ұлыңның жақсы киінген жақсы көресің, жақсы велосипед айдаған жақсы көресің, жақсы тамақ жеген жақсы көресің, жақсы оқыған жақсы көресің. Соған және сатып алып бересің, ананы әкеліп бересің, мынаны әкеліп бересің. Енді бір қиын жері бар. Сен жақсылық істемесең, оның саған жұқпайды ананың жақсылық. Мүмкін ол тәкаппар болып өсуі мүмкін, бірақ жақсы болсын десең, сен жақсылық жасау керек. Қандай болмасын, ең болғанда ықылас ниет тілегің жақсы болу керек. Bir елге деген, ағайынға деген тілеуің дұрыс болу керек. Ішіңде бұғып алып, ішіңде бір қайнатып жүрсең, мынаған кектеніп, мынаған жаманды ойлап, бұл өзіңе жақсы пайда келмейді. Адамдар осы жерін айыру керек енді негіз болашақта. Сондықтан мысалға бір болады енді өмір болғасын, бірде бір адам болды. Бір өмірде біреуді айдап салып жүретін. Айтпағанды айтқызып, ананы шағыстырып, ананы жауыстырып, ана мен ананы кестіріп кету, сөйтіп жүреді. Сол ақыл соның бала жігіттің өзіне соқты. Өзіне соқты. Оны адам түсінбейтін. Бір нәрсе істеп жатсаң ба, жаңағы Омар Хайям айтады ғой, жаңағы біреуді ашуландырма дейді, өзіңді ашуланба дейді. Біреуді таяқлақтырма дейді, ол өзіңе тиеді дейді. Жалпы екіжүзділіктің де бұл жерде несі болып тұр ғой, үлкен рөлі болып тұр ғой. Сондықтан мысалы жаңағы бір үлкен ғалым адамнан сұраған ғой, алдыңды болжай аласың ба деп. Болжай алмайсың деген, бірақ пайымдауға болады деген. Пайымдау былай пікір ету деген сөз ғой. Ол қалай дегенде, жақсылықпен айналысып жүрсең, онда жақсылық болады деген. Жамандықпен айналысып жүрсең, онда жамандық күтіп тұр сені деген. Жаңа қазақта айтады ғой, қайнененің топырағынан дейді. Қазақ бектен тек айтпайды ғой. Қайнененің топырағынан деген, сен өзің қандай болдың, соған келін дайындап қояды, топырағынан жаратып қояды дейді біреуде. Осы жерде мысалы бір нәрсе бар. Абай атамыздың бір айтатын сөзі бар. Егер туа біткен мінез өзгермейді деген адамның тілін кесер едім деген. Сондықтан бұл барлық өзгеретін нәрсе ғой, енді бір мынау болмайды, мынау өзгермейді деп қалмауымыз керек. Біз осы ұятты төмендететін нәрсе, ұятты көтеретін нәрсе, мысалы, жаңа мана басында айттым ғой, қазақта айтады, жаны жомарт деп айтады, мысалы, жаны жомарт адам ғой, жомарт жанды адам, жан дүниесі кең адам дейді. Бірақ айтпайды ғой, тән дүниесі кең, тәні жомарт, жомарт тәнді деп айтпайды. Жанды қосып айтады, жаным ашыт дейді болмаса, жанымдай жақсы көрем дейді. Соның барлығын тек айтқан жоқ. Мен осы жан мен тәнмен айналысып жүргеннен көбіне айтып жүретінім осы. Ол ар жағынан текке шыққан жоқ. Мысалы, жан ашу деген сол рухтан пайда болатын. Жанның азықтанып, оның бір жақсы кемелденген уақытында болады. Тән керісінше кемелденсе, ол жан ашымайды. Біреуден тартып алуға, анау-мынау кете береді. Енді мысалға, осылай араласып, қараласып, әңгімелесіп жүруіміздің өз жанның арқасында. Егер бір жан жоқ зат адам болса, ол суық болып тұрады. Тән дүниесі қалады ғой, мысалы, жан шығып кеткеннен кейін мүрде деп айтады. Сол суық болады. Бұны мысалға кейбір жігіттер сол ананы барып көтеріп, оң жаққа қоюға қорқатын адамдар болады. Мен көрдім өзім.
үлкен бір шалдың, әй мен қорқам балдар өздерің апара беріңізші деп бір сүйекке кіре алмайтын адамдар болады. Неге? Оның жаны жоқ. Сондықтан жаны шығып кеткеннен кейін мүрдесі суық болады, өте суық болады. Біреу айтады, кілең өлген адамдардың арасында қалғандай болдым деп. Сондықтан өлген адамдар мысалы мазарға барғанда, тамның арасына барғанда адамдар уже түзеліп қалады ғой. Қысылып, кішкене түзеліп, тән дүниесі анау мынауды азайтып, бұрынғы арқа жарқаны қойып, кішкене мойны тәубе шығып қалады. Мына соны көрсетіп тұр. Бұл жердегі нәрсе жанның бар кезіндегі сүйкімділік, ал жоқ кезінде ол тәнде сүйкімсіз. Қанша сұлу бола берсін мысалы, қанша ол көрікті болсын, мүсінді болсын, жаны жоқ болса, ол ешқашан қазақта айтады, өлі арыстаннан тірі тышқан артық дейді. Сондықтан біз жан дейтін нәрсені қайдан келді, соны да ұғуымыз керек. Мысалы мен манада жан деп отырмын. Мәселен, жан бұл Алланың бір асыл бөлшегі. Мысалы тән деген, бұл енді ол сөзде ұят жоқ. Ата-анамыздың бір былай айтқанда жаңағы ұрпақ өсіретін бір тән, бір мәни су деп айтылады ғой Құранда. Содан бөлініп шыққан дүние тән дүниеміз. Ал рух бұл Құдайдан бөлінетін бір бөлшек. Себебі Құран-ы Кәрімде аят бар. Мен пендеме рух деген асыл нығметімді үрледім. Сосын оған періштелерге сәжде қылыңдар деді. Бұл жердегі нәрсе асыл нығметім деп тұр, бір бөлшек. Осы бөлшекті біз білмейміз. Жан дейтін нәрсе мысалы шығатын уақытта тән дүниеңнен алысырап келіп осы ауыздың тұсынан шығады. Мен енді мына өлген алдымда жатып бір жан тапсырған адамдарды көрдім. Осы мына жерден шығып кететін шыбын жан деп айтады ғой. Соны мысалы қазақта айтады, бала қалса мал табар, қатын қалса бай табар, қайран шыбын жаным қайда барып жайта бар дейді. Соны уайымдаған. Ол жаңағы тән дүниесіне малға уайымдамаған. Ай жаным ертең қорлық көрмей ме, тозаққа түспей ме дегендей шалтарымыз қайраған ғой. Сондықтан жан деген асыл Алланың бір бөлшегі. Соны айтады, шыбын жан Алла берді аманатқа, аманат сала берме жаманатқа дейді. Енді мен негізі тақырыптан ауып кеткен емес. Осыған азық берсе, ұятыңда, иманыңда, намыста бәрі оянады. Ал ona жан дүниені жинақ қойып, тән дүниені күшейте берсең, оның бәрі далбаса оны біз қазір біреуге мынауың ұят болады деп, мынауың ұят, мынауың болмайды деп, ол бәрі сонымен қатымен жүре береді. Енді арғынағы сіздің сөзіңізден жалпы қазақтың дана халық екенін барлығын біліп, орынды тыйым салып отырған білуімізге болады. Енді жалпы айтамыз ғой, қазақ ұят болады, обал болады, сауап болады деп, осы 3 ауыз сөзбен баласын, ұрпағын жақсы тәрбиелеп отырған. Қазіргі қоғамда біз өзіміз жалпы осы ұстанымдарды ұстанып жүріп пе? Күнсұлу апа, сіз не айтасыз? Сол осы жаңа айтып отқан, Арекең айтып отқан сол жан тән дей келе, сол біздің жанымыздың да әлсіздігін көрсетіп отыр. Әлсіздікке осы қазіргі қоғам жатады. Неге десең, еліктейді. Еліктеп жүр ғой. Анау шашын жайса шашын жаяды, қасын жасатса қасын жасайды. Мысалы, өздерінің табиғи сұлу. Бірақ соны одан да сұлу болам деп Европаға еліктеп жүр. Айналғанда әр жерге еліктей келе, жаңа айтып отырмын ғой, біз барлық әдет ғұрпымыздан, біздің қазақи тәрбиемізден, салт дәстүрімізден бәрінен айырылып қалып отырып қой. Мына бұрынғы өткен адамдардың өмірінен мысалы бір кеше мен көп мына Фейсбукта жоқпын. Бірақ енді балдарымыз болады, қарап барасың ғой кейде. Сонда бір шейхті көрсетіп, мен телефонына құйып алдым, атын ұмытып қалып отырмын. Содан сұраған ғой, енді мысалы ол Дубайды құруға атсалысқан кісі екен. Сол айтқан, менің аталарым түйемен жүрді деген, өзімнің әкемді түйемен жүрді, мен Мерседеспен жүрдім деген. Менің балам қазір ең соңғы шыққан машинаның несін айтып қойған, маркасын, сонымен жүр деген, оның да баласы сонымен жүреді деген. Сосын кейінгісі қайтадан түйемен жүреді деп қойыпты. Шөбересін бе айтқан, шөбересінен кейінгісі айтқан ба, түйемен жүреді. Неге деген ғой? Ақылды, қиындық көрген, жігерленіп шыққан, шыңдалып шыққан адам жетістікке жетеді деген. Одан кейінгі де жетістікке жетеді деген, одан кейін барып кер кету басталады деген. Көрдік па? Ана бар затта дүние барлығы бар кезде келеді ғой адамдар. Бүткіл зат бар ма? Дүниеге келген адам былай айтқанда кер кету жетті болады. Ода білім алам деген не болмайды, себебі ода комфорт бар. Түгел комфорттың кезінде келеді. Қазақ айтады ғой, дайын асқа тық қасық деп. Бұның өзі зиян. Бұны кешегі әкелеріміз... Яғни одан ақыл кеңес сұраудың өзі күмән. Ондай оқиға көп болған. Сондықтан айтатынымыз, мына еврейлердің енді мысалға әр халықта бір ерекшелік бар. Мен еврейлерді жақтап, оны бір мақтап отқаным жоқ. Еврейлер баласын
өзі көп сырттан тәрбиелейді де көбін біреудің қолына беріп қояды. Мысалы баланың кішкентай бала ерке болады ғой, өзі мамасы келгенде еркелеп бастайды. Мамасы жоқ баланың кішкене еркелік дейді ғой, садикке барғанда көніп жүреді. Сол сияқты қылып тәрбиелейді оны. Сол арқылы білім береді, сол арқылы жігер береді, оны шыңдап шығарады. Оны біледі олар үйінде ананы алып беріп, мынаны алып беріп, ой, бар керек емес атты бәрін үйіп төгіп, ертең бір айтқанда дым білмейтін бір сондай бала шығаруда. Оны не қылады оны? Біздің әкеміз айтатын, баланы жақсы көрсең, онда жаны ашымас дейді. Солай тәрбиелейтін. Біз енді себебі біздер жастай жұмсады енді. Мысалы біз әкеміз енді малды болды дей тұрғанмен, біз көп еркелеткен жоқ. Артықша киім киіндіріп, бір балдарда даже мотоцикл болғанда бізге мотоцикліміз жоқ болатын еді. Енді велосипед алып беретін еді де, солай қылып тәрбиеледі. Бұдан жаман болған жоқпыз енді. Шыңдалып, бір қиындықтан көріп қатты да шыңдалып қалдым деп айта алмаймын. Бірақ ол кісінің әрбір айтқан ақыл сөзі әлі жүрегімізде жатталып қалған. Сол бізде өмірде сол бір бағдаршам болып тұрады. Сондықтан енді соны ойлаймыз қазір енді балдарымыз сөйтіп өсіргенмен қазір енді осалдығымыз біліп немереге келгенде әлсіреп қалып жатыр кішкене. Бірақ ойлап отырамын көп еркелетпей кішкене сәл өскесін қысу керек осы баланы. Қақпайлап отыру керек деп. Сөйтіп ойлап отырамыз. Сондықтан барлық адам соны бастау керек. Бір ұят дейтін нәрсе бар, ол адамда болу керек емес, оны қалыптастыру керек қой негізі. Қалыптастыру керек. Қазақ енді айтады ғой, өлімнен ұят күшті деп, ұятты асыл құнды қасиеттердің бірі санап отыр ғой енді. Бүгінгі тақырыпты бір ауыз сөзбен түйіндеп өтсеңіздер. Енді сол ғой жаңа айтып отқанымыз, бұл ұят дейтін нәрсені бір сөз ретінде емес, мысалға іс ретінде мысалға бір соны біз мысалы біздің буын енді мысалы қазір шын айту керек, мысалы біздің қатарларымыз ұят бар біздің қатарымызда. Ұят болады, біреудің мысалы бірдеңе қылып қойса, қой, тіпті ұят болар деп барасың кішкене. Тойға да ұят болады, бармасақ ұят болар, енді біз бармай қалсақ кім болады деген сияқты. Көмектесіп жіберейік, ұят болады деген сияқты. Көмектеспеген ұят деп барады қазір. Сөйтейік басына түсіп жатыр ғой деген сияқты. Сол біздің өзімізден шығарып алған зат емес, бұны мен ойлаймын, ата-анамыз қалыптастырып берген зат қой деп. Қоғам қалыптастырды, орта қалыптастырды деп. Енді біздерге жастарда ұят жоқ. Жастар бүйтіп жатыр дейміз, оны біз қалыптастыра алмай қалған шығармыз негізі. Соны ойлаймыз сөйтіп. Соны біз қалыптастырайық деп тоқетерін айтқанда, мысалы енді мен көп жерде айтамын, бір замандастарымызға, ағаларымызға да ұят шығар. Осы айта береді дейді. Мысалы тойларда карта ойнап отырады. Карт деген нәрсе бұл ашық түрде ұрлық деп айтады бұны. Сенің құдаң бар, көршің бар, досың бар, соны ұтып алу үшін ойнап отырсың. Ананы мысалы ұтып алдың, сенің ол үлкен ақша келіп түскенмен үйіне барғанда қандай айқайы болады ол. Біреудің маңдай тері, әйелі қандай айқай шығарады, саған анауны. Иә, айтады ғой, сен анау мынаны алайық дегенде алмай жатыр едің, жалынма осы картқа тұрып жібердің дейді. Соның наласы бар саған тиетін. Сенің өзің көріп отқан балаң соны үйреніп, балаң ойнаймын, немерең ойнап отыра ма, ертең білмейсің ғой. Сондықтан адам ұрпақты қалыптастыру керек, солай қалыптастыру керек. Сонда біз ертең ұрпақтан Махамбет атамыздың сөзі бар. Арқаның қызыл изені, басы күрдекті барал, қыдырыпшалар аруана, қариясы кімнің жоқ болса, жастар болар дивана дейді. Бұл жерде қариясы қырылып қалды деп отқан жоқ. Қариялық жоқ болса деген отқан ғой. Қариялық жаңағы жастарға беретін үлгі жоқ болып қалса, жастар дивана болып кетеді деген. Сондықтан мен қазір мысалы 50-ден астым, сол ойлаймын, бұрынғы шалдардың жолын жалғастырып қалғым келеді. Бірақ енді мен оған лайықты емес шығарым. Бірақ соны қалыптастырғым келеді. Бұрынғы ортаны біздер жастар тәрбиелейік дейміз. Жастарға үлгі беретін ортаны тәрбиелегіміз келіп жүрміз. Менің қатарым бар, үлкендер бар. Соны қалыптастыру үшін бір рухани орталық деп қақсап айтып жүрік. Бірақ енді өткенде Жансейіт Исақанұлы айтылған, біз мына жерден орын берді. Енді болашақта соның ремонты басталады. Сосын халыққа, енді мен мына жерде неге айтып отырмын? Халыққа ертеңгі күні соны ашылған уақытта бір келсе екен соған. Әншейінде сәл-сәтқа да барып отырамыз ғой, бір сәтте отырып. Кафе барға да барып отырамыз бірнеше сағат. Тәлім тәрбие алса екен. Сойраға келіп, бәріміз бірігіп жасасақ, жаңа Абай атамыз айтады ғой, үйретем деп халықтан өзім үйреніп дана болдым дейді. Ол жер жас айырмасына қарамай келе береді ғой сонда. Сонда біздің көңіліміз кеңейеді. Бірімізбен біріміз сұхбаттасып арқылы бір мағынаға ие боламыз. Соны қалыптастыру, сондықтан әсел, саған рахмет айтамын, осыны ұйымдастырып жатқан мына басшылыққа, әкімшілікке. Осындай бір ой пікір бөлісу, орталық болу, сол түпкі ойымыз, сол болады деп ойлаймын. Рахмет айтамын.
Сіздерге де көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды қиып, әдемі, әсерлі сұхбат бергендеріңізге, керемет ақпарат айтқандарыңызға. Рахмет Әсел ханым, онда осындай сұхбаттар көп бола берсін. Біреу болмаса біреу ұяттың жаңағы не екенін біліп, бір бала болмаса бір баланың құлағын алтын сырға. Жастар жақсы тәрбиелене берсін. Біздің қазағымыз алға, тек аман есен әйтеуір. Осы ұяттан аттамасын, бір сөз ғой. Көп рахмет. Қадірлі көрермен, Өзен Лайф подкастының бүгінгі санын біз осылай аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.